Қазіргі кездегі көкпар мен Кеңес одағы кезіндегі көкпардың айырмашылығы қандай? Мынау не бұл көкпар емес қой бұл? Бай мырзалардың кесірі деп ойлайсыз ба? Бүйтіп байлап берсе мен қатынды шабады. Өзбекстаннан ұмтылған сәтіміз болды. Қазір біздің жігіттерде намыс жоқ. Өзбекстанның атынан, қазақтың жігіттері. Жетісайдың жігіттері Өзбекстанның атынан келіп тұр. Аға, мынау сіз қазір жасыңыз 75-те. О деген шыдай алмадым мен. Қамшымен қақпастан ұрдым, кеттім, қып-қыз сабасып кетті. Қан болды өнердің бәрі. Кезінде мынау серкені қойып, өгізбен де шапқан екен деп жатады. Сізді таптап кетпек болған сонда, Таптап кетпек болған. Олар әшін атқа терісім жүрген бір қазақтар грамота беретін болды. Сол грамотамен қайтатынбыз. Қазір облыстың чемпионат болса мәшіне қояды. Мынаны байлаттым, қатты қысып байлаттым. Орнына салған жоқ. Салынған жоқ. Шығып кеткен. Көкпарды ілдім. Өткенде бір жарыс болды Шымкентте. Қырғыз, қазақ, тәжік, өзбек, әзірбайжан бәрі келеді ғой. 9 салының үшеуін мен салдым. 6 бүкіл халық салды. Сонда сол жерде халықтар шулап кетті. 1 миллион барып аласың, 1 миллион келіп аласың. Не деген салым бұл масқара бұл? 50 мың артық тіккізбе көріп. Жігіттер, мынаны қойсаңдаршы, мынау ата-бабамыздың көкпар қалдырайық та кейінге. Армысыздар, ұлттық спорт қауымдастығы YouTube арнасының көрермендері. Бізде ерекше қонақ, жөні бөлек. Бүгін бізде қонақта Кеңес одағының көкпардан 9 дүркін чемпионы, 30 жылдан астам уақыт ат үстінде шабандоз болған, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, спорт шебері Әбілхан Дауылбай ағамыз. Аға, ассалаумағалейкум, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Міне келдім. Аға, мынау енді сіз Кеңес одағының 9 дүркін чемпионысыз. Қазіргі көкпар тартып жатқан жастарға қарап сүйсінетінді шығарсыз. Өзіңіздің сол көкпар шапқан кездеріңіз есіңізге түсетін шығар. Қазіргі кездегі көкпар мен Кеңес одағы кезіндегі көкпардың айырмашылығы қандай? Айырмашылығы тоғман жердей десе болады. Қазіргі көкпар деген көкпар болмай кетті. Қазіргі мысалы өзімізде ең көкпардың қызығы мына командный көкпар болып отыр. Командный көкпарда бәрі тәртіппен, бәрі ережемен жақсы өтеді. Мына жаппай көкпарымыз бұл дүние тауы жол болып кетті. Мына намыс дегенді қойды бәрі. Қазір көкпарды бір адам шаппайтын болды. Мен бір өзім, жалғыз өзім кете беретін. Мен мысалы көкпарға, союзға бармай тұр, көкпарға жарысқа, көкпарға, жаппай көкпарларға шығып жүрген кезімде мотоциклім барады, соны мінетінде қай жерде көкпар болса бар шаба беретін. Қазір ондай жоқ. Шабу үшін 2 адам бол көріп. Біреу алдыңғысы дейді, жаңа бірінші атта, екінші атта 2 краны дейді, оның артында алып беріп тұратын. Сонысы бол көріп. Сонан соларды көремді, қазір мен қарным ашып көкпарға көңілім тоймайды. Соны көп жерде айтып жүрмін, осылай жігіттер, ата-бабамыздың шапқан ұлттық ойыны көкпарымызды осыны мафия араластырмайық та, бұны кәдімгі көкпар ретінде қалдырайық кейінгі ұрпаққа. Мына жетектегенде тоқтатайық десек, соған көп адам қарсы. Қарсы болатындар мынау кәдімгі не дейміз, атбегі дегендеріміз бар ғой, атбақыш. Анау байлар делер бар, солар аттарын салымды болғанын қалайды. Одан кейін салым деген қазір көкпарда масқара болып кетті. Бұл көкпарды енді бұл несімен жіберуге болмайды. Себебі қазір көкпар берудің өзі адамдарға жағдайы жоқ, адамдарға қиын болып қалды. Кредит алып сөйтіп беріп жатады. Сонда не болды? Себебі пәлен жердің көкпарында пәлен салым болды, салым пәленнен болды дейді. Содан қап кетпейін деп тұрақтап не алады. Мен айтамын да, көкпарды айналайын. Осы көкпардың несінде ережесін шығардық қой. Ережеге сай қазір көкпар жақсы болып өтіп жатыр. Айқай-шусыз, баяғыда кім мықты қамшы көтеріп, сабап, ана шамасы келетіндерді күн көрсетпейтін. Қазір ондай жоқ. Барлық жерде жаппай осы көкпарда шатақ шығарғанды қойды. Бәрі қазір тәртіппен ережемен жабады. Бірақ бір несі көкпар тартпайды. Мен соған қарным ашады. Көкпарды жаңа жерден іліп алғаннан кейін ана адамнан тарту қазіргі жастардың түсінігі бойынша ең адамгершіліктен азындап кеткен дейді. Ол дұрыс емес. Ана пилет қылып алып келатыр. Оны қалай тартасың деп не алады. Біздің уақытымызда көкпарды
бөлініп алатынбыз. Мысалы біз ауылда шаптық алғашында. Ауылда болған кезде ауыл адам аз ғой. Сол жерде көкпарда енді адам аз болғаннан кейін қалай бөледі өрді? Мысалы бізді мынау Иірсу деген жерде тұрдым, таудың үстінде бір 30 шақтақ үй бар. Ол жерде қалай шабамыз? Қалай шапқанда бүйтіп бөлетін. Әйелі бар бір бөлек, әйелі жоқ бір бөлек деп. Сонда әкесінен баласы, баласынан әкесі тартып, көкпар сондай қызық болатын. Қазір әкесінен баласы емес, бір ауылдан бір ауыл ешкім тартпайды. Тек апарып салып алу, ақшасын алып ертерек, елдің ақшасын алу. Соны енді мен айтып жүрмін, қойсаңдаршы осындай салым. Бұл көкпар емес қой, бұл көкпар деген ондай емес. Ата-бабамыз ондай қылған жоқ қой. Тартыссаңдар десең, тартыспайды. Тартыспағасын көкпар ма бұл? Бұл әшейін салым, дүние табу жолы көтті. Белгілі бізде бір 10 шақты адам бар, жігіттер бар, солар салу керек. Белгілі ат белгілері бар, байлар ат бағатындар, солардың ат салу керек болды еще. Оны тиген, мысалы бір уақыт баратса, пәленшенің аты ғой, неге тартасың деп айғай шығарады. Пәленшенің аты, ну что, пәленше, кім болса ол болсын, көкпарда ондай сұрамайтын айтым ғой, әкесінен баласы, баласынан әкесі тартатынбыз. Сөйтіп көкпар қызық болатын. Қазір түк қызығы да жоқ. Бірақ баяғы көкпарға құмар басымыз, ләз жоқ барамыз. Ләз жоқ барамыз, бірақ кіжінеп қайтамыз. Не тартыс емес, не басқа емес, дүние тауып, ертең дүниені салып алу. Мынау, дұрыс айтып отырсыз, көкпардың ерекшелігі де сол емес пе? Тақымнан біреуден лақты жұлып алу, көкпарды жұлып алу, тарту. Артта шаң маңдайда тер бұрқырау керек. Бір-бірінен тақымынан жұлып алу серкені, тарту. Ал қазір сонда көкпардың негізгі тәртібі, бабадан келе жатқан жолы, сол өзгеріп кетуі. Қазіргі мына бай мырзалардың кесірі деп ойлайсыз ба? Мен солардың кесірі деп ойлаймын. Себебі сол пәленшені аты салу керек, соны салғызу керек, пәленше шабанды салу керек. Біз сонымен бізде дейді, таксовать етеді дейді қазіргі тасиды да, анаяққа барып тастайды, пәленбай салымын алады, берегі 60-70 салым ойнап кетеді көкпарда. Мысалы біз 85 жылы сырдың арғы бетінде Авсовод деген совхозға бардық. Көкпар үлкен көкпар болды, зор көкпар болды, халық көп жиналды. Азаннан кешке шейін 9-ақ салым болды. Міне көкпар, нағыз көкпар сөрді. Тартысып, елдің бәрі бір жарты сағатсыз ешбір көкпар салынбайды. Сөйтіп жарты сағат, бір сағатқа шейін тартысып, сөйтіп барып жорға салынады. Қазір 10 минут кетпейді. Барып келгені 10 минут кетпей 2 салым салады, 10 минутте апарып қайтып әкеп қояды. Ар кетсе 10 минут болды, 10 минуттан артық кетпейді. Сөйтіп айтсам, ана неге айтамын да, мына жігіттер, мына қойсаңдаршы, мына ата-бабамыздың көкпар қалдырайық та кейінге. Қояйық та десең, ой, сен біреудің малын, байың несін қызғанасың ба? Тігіп жатыр ғой, соны алу керек ертерек дейді. Мен айтамын, оны үйтіп алғанша пенет қылып алыңдар. Болмаса ақшасы тасып баратса, салымды кедей кепшікке күн көремей жатқан соларға жәрдем берейік. Сонымыз тиімді іс қой. Мынау не бұл көкпар емес қой бұл. Әшейін зу тасып, пәленше салады, түген салады. Белгілі бізде мысалы 10 шақты жігіттер бар, солар салады, болды, басқа кім салмайды. Алдында біреу жетектеп отырады жүген ұстап. Ол жүген ұстап жетек құр жетемейді ғой. Соны дойлы алады анадан. Сол үшін жетекке таласып өледі бәрі. Соны жетеп бар үшін соны дойлы алады. Мына оның жанында мына командалық топтық көкпар әділетті сияқты ғой. Бұл команды көкпар әділі, жақсы, таза. Бұған мен қайырды болса команды көкпарға барамын. Себебі өрді действительно кімнің мықтысы көрсетеді, ойын көрсетеді. Оған біріне бір жәрдем беру, мысалы жаңағыдай жетек қылу ешті жоқ. Әркім өзі әрекетін жасайды. Көкпардың өзі бұрыннан кеткен өзі несі заңы сол ғой. Әркім өзі әрекет жасап, сол жаңағы бөлінген жағына шабу керек. Бұларда қазір ондай емес. Совсем қарным ашып жүр. Одан кейін мен бұны тағы бейтті бір айтып жүрген жерінде. Осы салымды азайтайық. 1 миллион барып аласын, 1 миллион келіп аласын. Не деген салым масқара бұл? 50 мың артық тіккізбе керек. Мысалы, кедей кепшіктер байқұстар көкпар берейін десе, андай жағдай жоқ. Бермесе оны ой, немесіне көкпар бердің деп 10 шығады. Соған бола қалып. Мен 50 мың асырмай.
Ал анан салым көп па? Берсин жаңа жетім жесірлерге. Көрсетеміз ауылда жетім жесірлер болса жәрдем берсін. Міне сауапты іс. Қайта бұл бір жағынан сауапты іс істейді, бір жағынан көкпарын береді. Бұл жақсы деп осыны айтып. Оған сөйтіп енді әр жерде айтып түсіндіріп жүрмін. Bir gün жиналыс не болса, несі айтып соны көтеремін. Бірақ қазір оны өйстіп айта салайын десем, оны ойлайды, мына өз уақытында шапса, алды, салынды. Енді қазір өзі шаппайды, соны қызғанып жүр деп, елдің түсінігі қызық қой, сөйтіп те түсіне ме деп, бір жағынан соны ойланамын. Балаларым айтады, тәте не қыласыз? Сіз сөйтсеңіз, бәрі сөйтіп ойлайды деп сөйтеді. Оны да ойланамын, шынында сөйтіп ойлайды ғой мені. Жаңа салын қызғанып жүрді. Мен қызғанғаным емес. Тартысса, көкпар тартысса, сонысымен қызық емес пе? Немене ол таксовать етіп біріне бір апарып салып ақшаны салымды ала бергенде бірдеңке шыға ма? Одан мүй шықпайды ешкімге. Енді біз бұяқтың өзінде көрдім енді Астананың көкпарына келіп. Масқара салымдар сондай болып отыр. Енді болмайды ғой бұл енді шексіз негізі жіберген кішкене ретке. Мына тәртіп ереженде бәрін өзіміз не қылдық қой, ойласып жазып не қылдық, келісті бәрі жақсы. Қазір міне жақсы көкпар болып отыр. Ешкім шатақ шығара алмайды. Ешкім қамшы көтере алмайды. Қамшы көтермекті боқтаса, ойынан шығарып береміз. Ойынан шықты деген сөз, долядан қалады ақшадан. Болды дүйсе. Сол үшін тырысады, бәрі шатақ шығармай, тыныш ойнап қайтуға. Жақсы тәртіп болып қалды. Мына жаппай көкпар деген жаңағы тойда бай мырзалардың аттары ғана келетін, сондай атақты балуандар ғана шабатын, барлығы жаңа бөлісіп алатын жүлдені. Бір-бірінің тақымынан жұлып ала алмайтын. Сондай жаппай көкпар қашан пайда болды? Бұл көп болды бұны. Біздің уақытымызды өзінде мен мынау Жетісай жаққа төмен жаққа өтетінбіз. Сонда ояқтағылар көкпарды ердің қасына байлап шабатын. Бәрі сояқтан шығып жатыр, сояқтан келіп жатыр. Ердің қасына байлап алады. Содан кейін барып мен көкпарда айқай шығарып, бұлар не? Бүйтіп байлап берсе мен қатынды шабады деп. Содан бәрі тарт бұдан бұл қатын шабады деп айтты деп бәрі жабылатын. Жабыл, ол жабылғанға мен қайта ризамын, себебі мен өзім құмарымнан тарқаймын. Ауылда бір кісі бар еді, сол кісі айтатын, Әбілханға ат беруге болмайды, бұл өзі құмардан тарқамай көкпарды самайды әтеге. Сол басып жүреді. Тартып елдер тартса, соған адам не аласың ғой, бір құр тартпай әзізуді апарып сағанда не шықты сонда? Түсінбеймін, қазіргілер соны ұялмай апарып салып, ақшасын кеп алып атады. Мен осыған қарным ашады. Мына ондайды тыю үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Командалық көкпарды қалай дамыту керек? Ондайды тыю үшін бірінші мынау нені қойду керек, жетек деген нәрсені. Қазір екі ат болмаса палуанда шаппайды. Жаңа артында краны дейді, жаңа өзі екі ат болу керек. Сол екі ат болмаса басқа. Әзір аттардың өзін шабуды таңлап қалды адамдар. Жаңа байлардың атын шабу керек. Сондай болып. Қазір байлар дегенде артында кранына ақша төлеп қой деген. Екінші атқа. Екінші атқа. 1 миллион беріп қой деген, 2 миллион беріп қой. Өзім естіп құлағымен естімін жігіттерге осыны. Соны енді сол жігіт соны айтқаны шығамайды, соның атын мініп, соны шабады. Ана ақшасын ап қойған алдын ала. Салымын тағы алады, мынау алдын ала. Оларға атақ керек те, бәленшенің аты салды, бәленше сөйт. Ол соған болады. Осыны енді тоқтату керек, бұл ұзаққа үйде бара берсе білмеймін. Намысты да қалады, көкпар шабуда қалады, көкпарды тартыспайды да онда, қандай тартыспамайды. Команда көкпарда тартысады. Содан кейін біздің команда көкпарға жарамай атқаны біздің балалардың содан. Тақымды бекімейді. Адамды тақымды бекітетін тартыс. Тартыс болса, бүйтсем босамайды деген, бүйтсем бекемейді деген деп өзің содан не қылып, тәжірибе алып, соның келесінде ондай істемей шабасын. Қазір ондай жоқ, қазір аттың зул деп жетектейді кетеді, ана көкпар тұстап болды, апарып салып тастайды, болды. Көрші елдердегі ағайындарда да ондай жаппай көкпарлар бар ма? Жаппай көкпар жоқ. Мына қырғыздарда бұрына мен барып жүргенде, бізде жаппай көкпар барып жүргенде команда шабатын. Ауыл бөлінеді, мысалы, бәлен аудан мыняқа, бәлен аудан бөлініп алады да, 7 адамнан шығарады. Ең алғаш 5 адам шығарып жүрген, кейін айқай шығарып 7 адам шығарып. 7 адамға ақ, мысалы, форма береді, 7 адамға көк форма береді, сөйтікте шапқызады. Одан кейін бұларда, қырғыздарда әділдік болатын онда.
мерейге апарып тастайсың, мерейде мата тастап қояды. Сол матаның үстіне тастайсың, егер домалап шығып кетсе, бий болады, ішінде бий жүреді. Бий өлшейді, қайдан өлшейді дейді, нерден өлшеп көрсетсін, сол жерден қамшысын бүйтіп жаңағы көкпарға жүніне тисе, салымды береді. Жүніне бір ел тимей қалса бермейді. А біздің қазақтар иегінің астынан, ой, қасында ғой, міне жақында ғой дейді да. 2 метрде, 200 метрде бірдей жібереді ол біздің қазақта. Соған енді қазір енді мерияны жақсы қылып қойды. 20 метр қылып круг жасап істеп қойған болды. Оның ішіне түспесе сыртына түскен бермейді. Бірақ тартыспағасын не ол 20 метр, не 30 метрде. Тартысы көріп та оған. Тартысып жаңа жігіттің жігіт екенін көрсетсе, міне қазір қай шабандоз екенін білмейсің. Атқамын шауып жүр, бәрі шабандоз. Пәренше салып сол көрді мен қарным ашатын осы. Кейінгі ұрпағымызға көкпарды кәдімгі көкпар қалдыру керек еді. Осыған қатты көңілім қалып жүр. Мынау аға, қазір байқасақ көкпарға қызығып жатқан шет мемлекеттер көп. Өзіңіз байқағанда боларсыз, америкалықтар, еуропалықтар, басқа елдер қызығып жатыр. Осы ретте жалпы сол көкпарды әлемдік халықаралық деңгейге шығару үшін оның кейбір тұстарын тәртіпке сай етіп өзгерту керек делінді. Мысалға, бізде жаңағы бауыздалып басы алынған серкен тартып жүрсек, қазір муляжды тартып жүр, мысалға. Ережелер кішкене өзгерді деген сияқты. Ал сол бір жағынан дұрыс деп ойлайсыз ба? Жоқ, бұл енді муляж тартып жүрген себебі мынау неге хайуанатқа опасыз жасағанымыз, бұл жаңағыдай тартқанымыз деп сөйтіп айтады деп соған бола муляж жасап жүр. Бұл өзінің несі жатпай, бұл болмайды көкпар. Қызығында болмайды өзінің көкпарында. Себебі көкпар тақымға басылмайды. Муляж дегеннің ішінде ол жүрген бір. Одан кейін қазір біз жақта көкпарды бүйтіп жатыр. Көкпарды сояды да, ішін жарады да, ішек қарнап тастап, ішіне тұз толтырып салады. Сөйтіп 80-90 килограмм шап жібердік. Оны біз кейін айқай шығарып, қазір 55 килограммнан асырмайсыңдар деп оған ереже шығарып қойдық. Енді оны ретке келді. Бірақ әлі жаңа тұз саған. Тұз сағаннан кейін 55 килограммға жетсеміз дейді, жетсет, бірақ ол тұз сағаннан кейін тақымға басылмайды ол. Өзінен қатты қалады да, ол тақымға басылмайды. Тақымға басылмақсын көкпар бекімейді. Көкпар бекімейді, тартпайды ешкім. Ол сондай болады. Бұл соның несі болады. Сол үшін көкпардың басына келіп сойып, сөрді тастау керек деп, бұғанда неғып жатырмыз енді. Бір салам беріп жатыр жаңағыдай тұз сағанда. Бірақ бұны тоқтатармыз, бұл құда қаласы тоқтайды. Енді соны жетекті тоқтатса, жетекте бір жетек, әркім өзі шапса, мін көкпар сонда болар еді. Баяғы біздің ұлтымыздың көкпар, нағыз көкпар сонда болар еді. Мынау сөзіңіз білесіз, бұған дейінгі ойындарда Қырғызстаннан ұтылып қалған едік. Одан кейін Өзбекстаннан ұтылған сәтіміз болды. Жарайды, қырғыз ағайындарымызбен қашанда бәсекелеседік біз. Ал бірақ енді өзбек ағайындарымыздан ұтылып көрмегенбіз. Бұл осы ұтылып қалғандардың осы екі мемлекеттен ұтылып қалған себебіміз жаңағы біз командалық емес, жаппай көкпарға жатып алғанымыздың әсері емес пе? Соның әсері ғой. Барып келеді, барғаннан кейін сол жаңағы балалардың жаңағы тақым деген жоқ. Тақым болмағаннан кейін не болады көкпар ол? Қанша ілгіш болсын да іліп алсаң, тартып әкетіп қалса, онда жеңілеміз де. Міне ең несі сол болып жатыр ғой. Сол үшін балаларды тақымына не қылу үшін жаңағыдай жетекті тоқтату керек. Әркім өзіне шау керек, одан кейін бөлінген жағына тарту керек. Осыны қолға алсақ, енді көпшіліктен жерден құтылып кетпей, осыны айтып мен не қылып жүрмін көп жерде. Бәрі мақұлдайды. Сол кейін бір жиналыста айттық осыны, жетекті тоқтатайық деп осынша мен айттым. Бәрі дұрыс айтасы, әбеке дұрыс, көкпар болмай кетті деп сөйтті. Анеге барғаннан кейін бәрі басқаша болып шығады. Дауысқа саламыз жаңағы жиналыстан соң. Дауыста аналар жеңіп кетеді. Себебі ат шапқызатындар көп солар. Ат шапқызатындар, ой, жетек болмаса болмайды, қызық болмайды, салым аламай қаламыз дейді да, доля. Сол алып баратқан сол дүние жоқ. Дүние одан кейін мына салымды айттым ғой, 50 мыңнан жоғары асырмау керек. Артуға рұқсат жоқ деп прямо не шығарса, бұл соған жақсы болар еді.
осы өзіміздің көкпар осы федерациясының қауымдастығы солар ма бір заң шығарып сөйтіп 50 мыңнан асыруға болмайды, қанша салым тіксең тік 50 мыңнан тіктесін десе дұрыс болар еді. Себебі ана ақшаға сатылып кетті ғой, жаңа айтып миллион алып алды екен де болды, басын сүмірейіп жаңа айтқан істеп соны жүре береді. Құлақ кесті құлы болды. Соның құлы болып кете береді. Не деген бәле бұл? Баяғыда ондай болған жоқ қой біздің ата бабамызда. Мен айтамын да, баяғыда біз Союзға барып жүрген кезімізде бірінші біз Союзды бастағанымыз 80-ші жыл болды. 80-ші жылы көктемде Асанбай Асқар бірінші хатшы бізде. Неге күйік совхозының директорына дайындайды. Сен көктемде қойшының сүлетіне шабандозды апар, көкпар көрсетсін, ойын көрсетсін Алматыға деп. Алматыға бізді алып келді. Жаңағы күйік совхозының директоры біздің ауылдың жігіті еді, Елтай, Түлкібастың жігіті еді. Содан Түлкібастан Зұлыпқар деген мені екеумізді қосыпты. Біздің екеуміз шабандозымызды біледі, өзінің шабандоздарын қосып, соған 80-ші жылы барғанбыз. Бірінші келгенбіз көктемде. Сөйтсек, Қазақстанның атынан Дегерес кон заводы бар екен, сол жерде солар жібереді екен. Олар әшейін атқа терсім жүрген бір қазақтар. Орыс ер тоқым, соған мініп алып сол барады екен де, қатысты ма? Қатысты. Бірінші орын алған емес. Бірінші не, екінші, үшінші алған емес. Әшейін барды ма? Барды келіп жүрген. Содан кейін сол жерде соларман түстік жаңа Дегерес кон заводы. Көкпар ілемайды. Өзіміз қайта сала бергеннен қызық болмайды екен. Одан ілеп алып береміз, қайта тартып аламыз олардан. Елдің бәрі орнынан тұрып шапалақ ұрып ырза болды. Сөйтіп Дегерес кон заводын ораты кейін ойын біткеннен кейін Зайнуддинов ол ресімнен шықпаса, замминистр по коневодству бір кісі бар екен, сол кісі келіп айтты. Сендер сол 80-ші жылы бүкілодақтық жарыс Қазақстан Алматыда өтеді екен. Осы күзде болады екен, күзде. Оған кімдер қатысады сонда? Қырғыз, қазақ, тәжік, өзбек, әзірбайжан бәрі келеді ғой. Бірақ енді көкпардан осылар ойнайды да, басқа бүкіл всесоюзный соревнования болады. Халықаралық болып тұр ғой. Халықаралық. Солар келген кезде соған келесіңдер ме дейді да. Онда күн қайда? Бәріміз данныйымыз жазып алып, жұмыс орнына қағаз жіберіп, күзде біз шақыртып алды. Сөйтіп келіп ойнап бірінші орын әпердік. Жаңа кісі бір ырза болып, көкпардан қайбір бет аузымыз шаң, тер болып шыққан, бетімізді жиргенбей келіп сүйіп, замминистр. Сөйтіп неған ырза болған. Содан бастадық та, содан кейін біз бірінші орынды берген жоқпыз. Одан кейін мен 94-ші жылы капитан команда болдым да, капитан команда болғаннан кейін мен іріктедім, жаңағы күйік совхоз емес, бүкіл Шымкент облысынан алдым. Әр жерден Арыстан алдым, неден алдым. Сөйтіп жаңағы мықты шабандоздарды да апарып ойынды көрсеттім. Сөйтіп барғаннан кейін ойынды көкпарды ол само собой көкпар жеңдік. Бірақ бір көкпар емес, бар осыны айттым да, жігіттер. Аттың үстінде қазақтан мықты ешкім жоқ. Қазақтан мықты ешкім болған емес. Қазақ аттың үстінде жүріп туып өскен. Так что давай, ана грузиннің ойыны бар. Аттың үстінде найза лақтыратын. Оның үстіне ойнадық. Одан чемпион болдық. Көкпар ойнадық, одан чемпион болдық. Одан Әзербайжан папағалу деген ойыны бар, басында қалпақ аласың. Теңгалу сияқты? Бастағы папағын аласың. Екі адам ба, бір-бірінің ба? Жоқ, 5 адам ойнайды жаңағы. Ішінде бір-бір қыз, 4 бала жаңағы ойнайды. Жаңағы біз мысалға өзіміздің ананың қарсыласымыздың қалпағын аламыз да қызымызға әкеп береміз. Сөйтіп ойнайтын ойын, Әзербайжанның ойыны. Соны ойнап одан да чемпион болдық. Одан кейін атта жүріп хоккей ойнайды. Поло сияқты. Атта жүріп хоккей ойнадық. Одан да бірінші орын алдық. 5 орыннан бірінші орын алдық. 5 ойыннан бірінші орын алдық. Сонда болғанда 16 рубль берді бізге премия. Сол 5-10 ойыннан бірінші орын алғанымызда 16 рубль премия берді. Әйтпесе бізге бір парақ грамота беретін болды. Сол грамотамен қайтатынбыз. Қазір облыстың чемпионат болса машина қояды. Облыстық әшейін чемпионат болса машина қояды. Қазақстандық емес, облыстыққа қояды. Біз Союзға барамыз, машина не ол кезде айтып отырмын ғой, бір парақ қағаз береді. 5 ойыннан чемпион болғанымызда 16 рубль берді сонда. Міне. Ол кезде, енді ол кезде сіздер туған жердің, туған халықтың, қазақтың намысы үшін, бір қызық үшін көкпар шаптыңыздар, ойындарға қатыстыңыздар. Ал қазір сол жүлде үшін, дүние үшін кішкене намыс кетіп, дүние ауысып кетіп, сол ғой құртып жатқан. Намысты қазір жинап қойды.
бір көкпарда бізде ана Төле би деген аудан бар, біздің Түлкібаспен қатарласып жатқан. Сол ауданға бар шабамыз көкпар, жаппай көкпар. Сонда бөліс Сиқым Жанс. Біз Сиқымбыз. Ояқ Жанс Төле би. Сиқым Жанс болып шабамыз. Сол шауып атқан кезде бір құлап, мен нем шығып кетті білегім. Сөйтіп жатсам, шалдарге боқтайды. Қысталақ, Сиқым жеңіліп жатыр, сен жатсың менің ол. Қолды әңгіме қылама сол. Аяғы сынғанда қоржын қасап қойып шапқан. Не бұл жатсы деп. Сол адам олдық беріп, мен тұрып, көкпарға қайтып кірдім ғой. Мынаны байлаттым, қатты қысып байлаттым. Орнына салған жоқ. Салынған жоқ. Шығып кеткен. Көкпарды ілдім, бастым көкпарды, бірақ тізгінге шамасы келмейтінін аттым. Мына көкпар ұстап не отырасың? Мына тізгін, айналайын жәкелер, мына қайтам қол жарамайды ғой деп. Одан кейін міне намысқа шапқанбыз. Қолымыз шығып кетсе де байлап қойып шыққанбыз сонда. Шалдардың жаңағы сөзімен, қысталақ, қолды әңгіме қылып жатсың. Аяғы сынғанда қоржын қасап қойып шапқан дейді ғой. Міне, қандай адамға ұлық береді. Қазір намысы жоқ жігіттерде. Анан жеңіп қалып, ана күліп ойнап жүре береді, болды. Олар өткенде бір жарыс болды Шымкентте. Арыста көкпар болды, үлкен көкпар болды. Жаңа біздің балалар Шымкентте жеңіп қалды бәрі. Ойынның бәрі Арыста көкпар ғой. Ертерек барып дүние алып. Тас салып, сол Арысқа келіп көкпар шауып жатыр. Кейгіден бәрі боқтап айттым. Сендер жеңілгендер ұят емес пе сен? Оның 4 қолы болса айт, анан 4 қолы бар екен, мен шамам келмеді деп. Ода да 2 қол, ода да 2 аяқ. Сенде сол 2 қол 2 аяғың бар ғой, неге соны жібересің сен? Деп ашуланып не қылдым. Қазір намыс жоқ жігіттерде. Ол намыс ұят болды, намыс болды деген жоқ. Сол көкпар, мен барамас едім мысалы, көкпарға барып, ана жаппай көкпар барамас едім. Себебі қара бет болып жеңілген деғаннан кейін не бетінен барасың өрге? Олар дүниеге бола барып жатыр. Қазір біздің жігіттерде намыс жоқ. Сол намысты оятатын бір нәрсе керек, ояту керек. Аға, мынау сіз қазір жасыңыз 75-те. Осы көкпарға шабуды қай кезден бастадыңыз? Үлкен жарыстарды айтпаймын, жалпы мынау. Жалпы көкпарды 18-19-ларында шаптым ғой сол. 18-19-ларда мектеп біткеннен кейін көкпарға араластым. Оған шейін көкпарға араласқан жоқпын. Сонда араласып, әйтеуір ауылда көкпар шабады. Ол кезде міне өзім ұзынмын да. Жерден көкпар іліп алып түк емес маған. Аттан сәлен киімді жұлып ала салам, бірақ тақымға басамайын. Сөйтіп анаған берем, тауып алам, анаға беріп, біздің ауылда бір Зұлпықар деген мықты шабандоз болған. Сол кісі айтады, Әбілхан, тақымыңды үйрет. Сен қашан ғой бірге әпере бересің? Сен олар, сөйтіп ана басқа жігіттер айтады, ол әдейі сен әжін тақымнан тартып алатын болғаннан кейін сен бассын деп жүр. Бірақ анан кейін ақыл екен расында. Кейін өзім тақымды үйретіп өзім шаппа қалсаң, қызық болмайды, әркім қашанғы біреуге әпере бересің. Кейін тақымды үйретіп, одан кейін шауып, Құдайға тоба шүкір, жаңа 85 жылы 9 салының 3-ін салдым. 6-ын бүкіл халық салды. Сонда сөрде халықтар шулап кеткен. Бәрі. Кімдермен ойнап едіңіздер? Кімдермен ойнап едіңіздер? Өрде бардан сырдың арғы беті бір, бергі беті бір шаптық қой. Сонда сырдың арғы беті, бергі беті бәрі азаннан кешкен 9-ақ салым болды, общий салымы. Соның 3 салым мен салдым өзім, бір адам өзім салдым. 6 салым бүкіл халық салды. Сонда ел шулап кетті ғой. Ол не деген бәле бұл деп. Ол кезде жүлде не еді салым? Салым енді бірақ жақсы салымдар болды. Бір байкіс деген, бір түйе, 2 тана, 4 қой, 1 кілем алдым ғой өрде мен. 100 сом пұл алдым. 100 сом пұл деген ол кезде бір жігіттің бір айлық табысы. Мынау аңыз әңгімелер, көне көздерден қалған әңгімелерді естіп отырсақ, кезінде мынау серкені қойып, өгізбен де шапқан екен деп жатады. Сол туралы естулеріңіз бар ма? Бір айтып өтсеңіз. Біздің уақытымызда да шауып көрейік деп шаптық. Шауға болады екен. Бірақ осы аяқ қолға симайды екен, пақайды. Артқы аяғы бар, сол қолға симайды екен. Көкпары басып жүру қиынға түседі. Әйтпесе басып шаптық та, онда уақытында біраз шаптық, бір көкпарларда сөйтіп тана тастап шаптық. Бірақ енді андай көкпар қызық болмайды да. Барлық адам көтере алмайды біріншіден. Ана пақайын ұстап көтеру деген, оны да қулық істедік анау. Тірсегінде тіліп, ана сіңірі бөлек, неан бөлек қой, соны іліп ұстап, ана жіңішке қолға ұстай аласың.
Анау бүйтіп қысып ұстамағаннан кейін адамның несі ахуал шамасы жетпейді ана көтеріп алуға. Сол жағы бар да. Шаптық анау, бірақ енді қазір енді текелерді жаңағыдай ғой, ішіне тұз салып не қылмаса 50 кило орташа салмақ қояды, жақсы салмақ 50 килоға шапқан қызық ол. Көкпарды сонысы қызық қой, тартыспайды қазіргісіне, сол қарнымыз ашып. Мен жүрген жерімді айтып жүремін, бірақ айтқанымнан не пайда, ештеңе шешіліп не жатқан жоқ, бірақ шешілетін шығар деп өзімді дәметіп жүрмін. Себебі талай жігіттер менің сөзімді қолдап, менің сөзімді сөйлеп, не қылып жатырмыз. Енді бір жиын болып не қылса, сонда бас қоссақ, сол жерде айтып, осыны бір тәртіпке келтірсек дедім. Мана жетек деген тоқтатсақ, бірінші очередь жетек тоқтатсақ. Сонда әркім өзі әрекет етіп, өзі шабатын болса, онда жігіттердің ішінде таңдалып, кім шабандоз, кім екенін сонда танылар еді. Қазір кім шабандоз білмейсің, кәдімгі жаңағы жерден іліп әперетін, жаңағы кранға байланысты. Жаңағы артында кран кімнің мықты, сол шабандоз болып, сол апара береді. Ол көтеріп әпереді, ол ұстайды, атын бәрі жетпейді, бәрі жабылып жетпейді. Неге? Ұстап отыруға шабан келеді ғой, ана метрге. Барсы таста дейді, тастайды. Бол, салымды аласың. Не деген бәле 2 миллионнан тігіп жатыр. Мен айттым, не деген бұл енді сонша шашылып жатқан дүние болса да, наоборот ауылында жетім-жесірлерге, сондайларға қарт қариялар бар, не айтқан, сондайларға берсе, одан қайта сауабы көп емес пе? А мына көкпарда не өлді бір? Ол атақ құмарларда баяғы пәленшенің көкпары, пәлен салым болды деген, соған таласып, соғып жатыр. Сіздердің кездеріңізде, бозбала шақтарыңыздан бастап, атқа, көкпарға шапқандарыңыз түсінікті енді. Өйткені ол кезде басқандай көп қызық болған жоқ. Барлығы еңбек адамдары болды. Ал қазіргі жастарда енді интернет бар, ұялы телефон бар, компьютер бар, басқасы бар деген сияқты. Қазір ауылдарыңызда осы балалардың, бозбалалардың көкпарға деген қызығушылығы қандай? Қызығушылығы бұлай жақсы деп айтса болады, бірақ енді оны жақсы деп айтуға жаңағыдай көреді, аналарды. Содан кейін барлығы айтады, ой, өрді көкпарда не ол, бәленше салады, ол ештеңе жоқ. Ал енді кейбіреулер бар, баяғы қазақтың қаны бір шыдай алмайды, соған барып, ұрынып, соғынып жүреді ішінде. Ешқандай ештеңе істей алмаса да жүреді соның ішінде. Қазір ол санаулы адамдар жаңағы, солар салады, басқа ешкім салмайды. Бұйырса, биыл елімізде дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтеді. Әлемнің көптеген елдері қатысады. Жыл сайын қатысушылар саны ұлғайып келе жатыр ғой. Енді бұрындары көкпарды өзбек, қазақ, қырғыз ғана ойнайды деп біз ойласақ, кейіннен көптеген елдер жаңадан қосылып жатыр. Олар Қазақстанға биылғы дайындалып тұрып келеді. Өзіңіз қандай үміт күтесіз? Қазақстаннан және өзге елдерден. Біздің қазір именно біздің Түркістан облысында кеше әкіммен бірге болдым. Ауылда бір осындай жарыс көкпар болып еді, сол жерге барып қатысты. Бұлар енді қатты қолға алып жатыр. Менің біздің балалар құда қаласа бұлар енді бермейді ау деймін, бірінші орында біз өзіміз қазақ алу керек. Себебі қырғыз, тәжіктер өзіміз баяғылан шабысып кеткен өзбектер бәрі сол ғой, бірақ енді мынау әкімнің айтысы бойынша ат жөнді. Ат болмаса адам бір өзі не істейді? Сол үшін жақсы ат керек. Сол ат жөнді жақсы әңгімелер айтты. Әкімге мен жақсы риза болдым. Өзім әперем деді, үш атты әперем деді. Жігіттер айтам деді, алдай қалталы жігіттер әпереді әрқайсысы. Сөрдің өзінде 5-6 жігіттер мен әперем деп бәрі неғып қалды. Енді солар андай жақсы аттар әперсе, одан бұлар қазір енді үкіметтен де ақша бөліндіріп ат әпереміз деп оғанда неғып жатыр. Енді сол жақсы аттарды алса, іріктеп, сонда жақсы өнер көрсететін шығар біздің қазақ деп отырмын, құда қаласа. Қазақ көкпар. Басқасын қайдам көкпардан бермеу керек еді біздің қазақ. Көкпарға атты жаттықтыру, дайындау, даярлаудың өзі бір ерекше. Әрине. Сіздердің кездеріңізде де солай болды ма? Әрине. Ат өзінен өзі шаба бермейді ғой. Оны атты баптау керек, суыту керек. Сонда шабады. Жаңағы
Абсолютта жаңағы 3 сурет салғандағы соның екеуін бір кісінің атынан салып Қарабұлақта бір өзбектің атынан әбден баптап дайындаған атта. Енді кейін жігіттер айтады ғой, 5 жыл өтті. 5 жыл өткеннен кейін бір жерде көкпарда отырсақ айтады, әбеке шалдардың айтқанын естің деді. Анау олар енді қоңыраттар ғой, дулат қоңырат деп. Бір дулатын тағымда кетесің бе деп боқтайды шалдар, балаларын. Не бұның шеше ішкен, бұлаң сендер де шешелер ішкен. Неге сен бұларға беріп қойасыңдар? Давай қимылдаңдар деп балалар шаталар. Соны дейді, естің өзің дейді. Соны түнде ақылдастық дейді. Бұны тақымнан тартып аламайды екенбіз. Бұны тура қағып, таптап кетейік. Құлатып, таптап кетейік. Көкпарға жарамағасын деп ақылдастықтың дейді. Құдайдан жасырмаған, сізден несін жасырамыз деп 5 жыл өткеннен кейін өздері айтып отыр мен бетіме. Сізді таптап кетпек болған сонда, е? Таптап кетпек болған. Ертеңіне 4 салым болды, соны біреуін мен салдым ғой. Соны басқан кезімде бір қақты кетті. Атың ат емес мысық екен дейді, арасынан шығып кетті соның. Жаңағы ат қой сол. Мәссаған, сонда таптап тұрмай, соның арасынан шығып кетті. Әбден бапталған дайын ат, соны шығып кетті. Мәссаған, мықты. Енді соны сөрді естіпті біреу. Батырбай деген Қызылқұм совхозының директоры бар еді бір. Қызылқұм совхозы еді сол. Сол кісі жүда көкпарға болельщик құмар кісі екен де. Сөрге бармапты. Сөйтсе айтыпты, мына Түлкібастан бір Әбілхан деген бір қара аю келіп депті. Көкпарды басып алады да, ешкімге бермейді, болып 1 сағат сөйлеп жүре береді деп. Не ат шаршамайды, не өзі шаршамайды, бермейді деп айтады дейді. Сөйтсе, сон ана кісі көкпар біткеннен кейін, бір айдан кейін ба, ауылға кеп тұр ғой. Сол Шардарадан ауылға кеп тұр. Құмарда бәлешік. Мен соны көрейінші деп. Әбілхан деген сенсің ба деп келді маған. Мен сені көрейін. Көрсеңіз, келіңіз. Үйге беріп, шай ішіп, осыны айтады. Осында біздің ауылда ертек боласың дейді. Осында келді. Содан кейін атты көрсет деді. Қарабұлаққа апарып өзбектің атын көрсет. Атты көрді. Сөйтті, жәке ат сатылама деп еді, ат сатылмайды деді. Сөйтті, ат сатылмайды деп еді, ой жәке, иіріңізге мініңіз деді, бәшесіне мінді кетіп қалды. Bir ана шал ырза болады, мынау адам ғой, мынау жігіт қой, мынау нағыз дейді. Басқалар келгендер дейді, сатылмайды десең, бір волга беремін дейді. Айнала ат сатылмайды десең, волганың үстіне пәлен беремін, оның үстіне пәлен беремін. Сонда ол міну керек те, мен мінуім керек па дейді, оның кісін түсінігін көрдіңіз ба? Өзбектің. Оның анау міну керек те, мен мінуім керек па дейді. Ол қандай түсінік. Сол анаған ырза болып отыр да тек. Ат мықты болып тұр ғой, е? Ат мықты ат болғанда енді соратады ғой. Соны өлгенше өзі бақты жаңағы шал. Ешкімге сатылған да жоқ, не жоқ, үйінде өзімде. Соны кейін қартайып қалған кезінде бардым ғой, атқа жаңағы үйіне барам ғой, араласып тұрамын деді барысын. Сөйтсем жаңағы ат жануар бүйтіп менің басын бүйтіп сүйкеп маған бір жануар. Танып тұр ғой сені. Танып тұр, таниды ғой. Жылқы ең ақылды айуан жылқы екен ғой. Біледі адамның бәрін. Аға, мынау жалпы қазір қарап отырсақ, көкпардың аттары өзі бір 5 миллион, 10 миллион, 15 миллион, 25 миллионға алынған ат деп хабарлап жатады. 20 миллионға біздің аудан бір атты алып кетті былтыр. Билбей өліп қапты. Ой, бұл... Бір жыл шапқан жоқ. 20 миллионға кеткен. Бірақ енді ат пысың ат еді. Жаңағыдай салған жеріңе барады, сол салған жеріне атырылып шығады, сол атты 20 миллионға алып кеткен. Сол билбей өліп қалды. Неше? Сіздердің кездеріңізде қазіргі аттардың, көкпарға шауып жатқан аттардың тұқымдары әртүрлі. Асыл тұқымдары бар, жаңағы жүкке салатын аттардың тұқымдарын қосады. Сіздердің кездеріңізде де солай болды ма? Жоқ. Бізде асыл тұқымды олар көкпарға қосқан емес олар. Ол бәйген ат дейтін. Бізде қазақтың қарабайыры осы көкпар бұрыннан келе жатқан сол бәріне төзімді, шыдамды, айғыр қарабайыр ғой. Сонымен шаптыңыздар. Сонымен шаптық. Ал бұрындары сіз жаңа айтып отырсыз ғой, мынау 80-90 жылдар шапқан кездеріңізде. Ол кезде жаңа Әзербайжан елдері, басқа да елдер, олардан да көкпаршыларға олар қалай ойнап жүрді сол кезде? Жақсы ойнады ғой. Bir жылдары былай да болды. Қай жыл екен есімде жоқ. Біздің Жетісай дегеніміз бар, Өзбекстаннан
жақын. Жетісайдың мықты шабандоздары бар. Сол шабандоздарды Өзбекстан алып барған ғой. Барғаннан кейін өзіміз бірге араласып шауып жүргенін танимыз. Ал Өзбекстанның атынан келіп тұр ма? Өзбекстанның атынан, қазақтың жігіттері. Жетісайдың жігіттері Өзбекстанның атынан келіп тұр. Бірақ енді әр нәрсенің өзінің жолы бар ғой. Олар жаппай көкпар сияқты емес қой. Үкіметтің көкпарында жаңа мезгілі бар, уақыты бар. Сол уақыттың ішінде оның үстіне шеңбері бар, десі бар, аутқа шығып кетпеу керек. Олар оны түсінбейді олар. Ол даладағы көкпар баяғыда еп киген. Оларды 6-да 0 қылдық. Мәс. Содан біраттан кейін Әли Акбар деген палуан жаңағы басын. Әли Акбар енді сарт боласың ба, қазақ боласың ба дедім. Әбеке кешір, ұят болды. Сөйтіп Казачок деген ресторан апарып күтті. Айтпай-ақ қойыңдаршы, естіпей-ақ қойсын. Ұят болды деп. Сол жігіттер енді жүр ғой қазір біздің арамызда. Сол енді былтыр айтады, ойбай біз Өзбекстан жеңгеміз деп. Өзбекстан бізді жеңген емес еш уақытта деймін да. Сендер де барып жеңген жоқсыңдар ғой, сөйтіп жеңіп қайттың ғой 6-да. Есіңде ма деймін да. Соң қырғыздар келетін. Әбеке андай үлкен шатпен жеңмеңдерші. Біз қырғыз қазақ бір туғанбыз ғой. Жеңесің дейді, бірақ андай жұртпен жеңмеңдерші. Деп күні келіп тыштық бермей сөйтсе олардың ойы арам екен. Сөйтті де бәріміз келістік. Айттым, біз екі қол сабағанша қақпайсың, қағады нәрде. Ой, қаққанда қабырғаларымыз сынып, аяқтардың бәрі соның бәлесі ғой, жүре алмай жүргеніміз. Соны қақпайық, біз екі сабаламыз. Одан үшінші біздің балалар алса, мен саған әперемін. Сен апарып саласың. 2-де 1, 3-те 2, сондай устраивать. Ойбай, кәнді бата қылып, сөйтіп шықтық. Көкпарға шығып бара жатқан кезінде солардың ішінде жүрген бір қазақ жігіт бар еді. Бәлешік келген Қырғызстаннан бірақ қазақтың қаны да қанша дегенмен. Мен иығымнан қақты да олай теріс жүрді. Бізді ипподромнан гостиницаға немен апаратын, 2 арыспен. Апарды, гостиницадан ипподромға апарды. Әбілхан деді, абайла деді, қырғыздар аузын ұрып кетеді деді. Сенбе бұларға деді. Сөйтсем шын екен. Көкпарға шықсақ бәрі қағады. Бұл қалай? Қарамайды. Енді төреші Москвадан келетін Руслан деген өзбек еді. Енді ана ғана келісіміз қайықтық деп айтайын десең, анау естеді. Бұл енді тағы шатақ шығармай деп, қараса қарамайды. Сома не керек? Көкпарда бір уақытта мен басып келе жатсам, мен тізгенін ұстап, нахально аутқа шығарып жіберді. Одан кейін шыдай алмадым мен. Қамшымен қақпастан ұрдым, кеттім, қып-қызыл сабасып кетті. Қан болды нердің бәрі. Сонда біздің бір Оразғожа деген біздің тренеріміз еді, алып баратын да. Сол жаңа бір мені қағып әкеп Бадүрге жанына ұрған кезде мынандай 50 тақтай сындырып жіберген. Етігімді кесіп кеткен. Сол сынған тақтай жұлып апты жаңа ұрып. Атта жаяу жүріп аттағын ұрып дәп-дәлі қан болды әлердің бәрі. Масқара болып. Сөйтсек, біз айттың ғой, қазақтарды сөйтсек аңқиып жүрген кезінде ұрып кетеміз деген. Соны бил тағыс еді біздің балаларға. Бил істегені бұлай болды. Біз самолетпен апарамыз аттарды деген біздің қазаққа. Қазақтар атты машина апарамыз десе, жоқ, самолетпен апарамыз, біздің самолетке салыңдар, сияды деген. Сия ма, сияды, ол болды. До последний бір ертең жарыс басады деген кезде самолет болмай қалды деген. Сөйтсе, бұлар алдын ала бір ай бұрын барған ояға. Түркменияға. Түркменияға барып, өрден барып, қырғыздар көбеген өрді. Сол қырғыздардың аттарынан ішінен таңлап, жақсыларын алып, түрмелік жасап көрген, мынау жарайды. Жарамайды дегендерін қазаққа бересіңдер деп, сөйтіп қазаққа берсең. Көрдіңіз бе? Бил тағарады. Қырғыз халқы жүр. Мен өз өмірімде осы екі нәрсені көрдім. Негізі қазақтың ғана жанашиды дейсіз ғой. Қазақтың жанашыған сол да қырғыздың ішінде келіп, қырғызға бәлешік келіп отырып, маған айтып кетті. Әбеке, шейсене берме қырғызға деп. Сондайын біледі екен де ол. Ол әңгіме болған ғой. Қазақтарды өйтіп алдаймыз да, қазақтан аңқайып жүрген кезде біз ұрып жеңіп аламыз деп өздерін сөйтіп пландап келген ғой. Әйтпесе қырғыздарма да ағайын болып бір араласып кеткенбіз. Олар сөйтіп жаңадай деп отырғаннан кейін жаңадай келісіп жүрсек, жаңадай қылып жатыр ғой тірлікті. Міне. Мынау қазір көкпарға енді ден қойып жүрген, енді бет бұрып жүрген жастарға не айтасыз? Қазаққа, мен әзір көкпарға әні күні жарысқа кетейін деп жатыр екен. Таразға біздің сөйлі
жастар арасында чемпионат өтейін деп жатыр екен. Соған барайын деп кезде жастарға айтқан бал. Жігіттер, көкпарды жүрегінде түгі бар, қорықпайтын адам шығыңдар, көкпарға шабыңдар. Қорқасын ба, барма лучше. Адам санын көбейтпей, үйінде отырсыншы. Ана қорықпайтындар барсын деп. Мен ол өмірімде өтті практикадан. Біздің ауылда бір Жарас деген бір шабандоз бар еді. Ауылда көкпар бермейді. Іліп алады, шабады. Бұлай жетсай жаққа шықсам, мандраж болды, көкпар шабылмайды, ұстай алмайды көкпар. Қорқады жаңа. Ал айқайлап шауып келатса, соның айқайына қорқады. Сонда әділет деген баланы ерттім. Сонымен қатар екеу. Әділетін қуып та тартады, еліп те алады, қорқпайды. Қазір міне біздің Қазақстан командасының белді ойыншысы болып жүр. Міне көкпарды жүрегінде түгі бар дейді ғой біз қазақта. Кішкене қайтпас, сондай мінезі бар, сондай жігіттер болмаса, андай кім бұл сол шаба бере білмейді. Оған әрқайсы айтады, көкпарды түгел емес адам шабады, түгел адам шаппайды. Дұрыс дедім, біздің ноқатымыз түгел емес, содан шаптық қойды. Өрді жәнді аяп, көкпар шабуға болмайды. Жәнді аяудың қажеті жоқ. Мен айтамын да, жігіттер барасыңдар ма, жәнді аямай көкпарды біздің намыс. Баяғы шыққан кезде балаларға айтадым, айналайын жігіттер, бүкіл Қазақстан бізге сенім артып жіберіп отыр. Енді сол қазақтың сенімін ақтап қайтайық. Бар неміз салайық деп сөйтіп, Құдайға шүкір, барған сайын сол әбейірмен қайтты. Себебі Астанада, Алматыда бізді күтіп алатын онда самолеттен. Сонда көкіректі ашып түсейік деп балаларға. Өрде жаңағыдай бірінші орын берсе, бірінші орын алды деген сөз, ол біздің Қазақстанның несін бір жоғары көтерілген ғой. Сонда тамақты өзіміздің Қазақстаннан барған повар болады, тамақ сол беретін. Сонда бірінші көкпаршылар ішін дейтін, себебі осылар бірінші олай береді бізге деп. Сол жағының өзіне адам күжетін еғатын. Құдайға шүкір тоба, сол әкерлік, бірақ кейін 5 ойыннан айттым ғой, чемпион болғамыз бір жылдар. Кейін қарасаған аттардың бәрін болдырып тастаймыз. Ат кейін көкпарға жарамай қалып жатыр. Содан кейін тоқтаттық. Берген 16 рубль қойшы дедім, айттым, осыған бола бекерге аттарды өлтіру шамамыз келмей қалады, атты деп сөйтіп тоқтаттық. Әйтпесе барлық ойыннан біз ұлттық ойындарын бәрін, әр ұлттың ойындары ғой, мысалы грузиннің найза лақтыру. Мен айтамын, аттың үстінде Қазақта мықты кім бар деймін да. Сол өзіміз лақтырып бәрін ұтқанбыз. Атта жүріп баскетбол ойнайсың. Онда ойнадық. Одан да ұттық. Менің қазір үйде суреттерім бар, бүйтіп мен лақтырған кезім, анау кольцодан өтіп бара жатқан кезі, топ сияқты думалақ қылып жүннен неғып береді, терден тік береді, соны алып лақтырып бір-бірімізге пас беріп, жаңа баскетболдың несі, ережесі, анда уақыт 3 секундтан артық ұстауға болмайды, тез беру керек. Аттың үстінде бәрін ойнадық. Аттың үстінде. Аттың үстінде жүріп хоккей ойнадық жаңа. Одан да чемпион болдық. Енді айтып отырмын ғой, ат қазаққа ең жақын ат қой енді. Әбілхан аға, студиямызға келіп, осы аз уақыттың ішінде мазмұнды сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Айтқан естеліктеріңізбен сын ескертпелеріңіз қажетті жерлерге жетеді деп ойлаймын, және содан нәтиже шығады деп ойлаймын. Мынау қазақтың намысы жастардың қолында, жаңа көкпар шабатын, ұлттық ойындарды ойнайтын, соларды насихаттап жүрген елдің қолында, қыз жігіттердің қолында. Олай болса, соларға сәттілік тілей отырып, сіздің сөздеріңізге құлақ түреді деп ойлаймыз. Рахмет. Мен де осыны айтып отырған, өзімде қуанып отырмын, осы ел халықты естіп. Енді естіп отыр ғой, біздің оңтүстікті естіп отыр. Бәрі енді әр көкпарда неғанда мен айтамын, жігіттер, айналайын, намысты ояту керек, намысты ояту керек. Намыс оянбай, ештеңке болмайды. Бірінші намысты ояту керек деп. Сол намысымызды оятсақ, бәрі болар еді. Біздің қазақ, атқа мықты қазақтан ешкім жоқ қой. Дұрыс айтасыз. Ұлттық спорт қауымдастығының YouTube арнасына жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, қолдаңыздар.